Бір адамдар айтады, мен сондай бір сәтсіздікке ұшырау менің бойымда өте жиі кездеседі, мен сондай бақытсызбын, мен қолымнан ештеңе келмейді. Ондай адамдар көп жазады да, айтады да, мынаны қалай істесе болады, мен сондай бір, жалпы осы сондай болу керек па дейді бір адамдар. Жалпы мұсылман адам өзі хадистерге сүйене айтатын болсақ, мұсылман адам үнемі оптимист болу керек. Пессимизм ол мұсылманға жарасымды емес. Мұсылман адам пессимист болуы мүмкін емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай бір іс жасаса да, қандай бір шара қатысса да, қандай бір іс-қимыл жасаса да, ол үнемі тек қана позитивті нәрселер іздеген, жақсы нәрсені қарайтын болған. Мысалы, Иса пайғамбардың өміріне қарасақ, Иса пайғамбар бір хадистерде келеді, өзінің сахабаларымен келе жатқан кезде бір жаман сондай сасық, қара, сондай бір ұсқынсыз бір итті көреді. Сол кезде барлығы айтады, мынаның қандай түсі жаман, мынау қандай сасық, мынауындай қап-қара, мынау қандай алба-жұлба. Барлық жамандықты ана ит туралы айтады ғой. Сонда Иса алейхиссалам айтады, шіркін-ай, мына иттің тістері қандай аппақ еді дейді. Мұсылман деген осындай да, ол жақсылықты көру керек. Адам өзін жақсылыққа итермелеу керек жалпы. Ол сондай. Сон бір күні бір ғалымға бір кісі келіп айтады, мен осындаймын, бақытсызбын, менде ештеңем жоқ, мен кедеймін, қолымнан ештеңе келмейді, бірдеңе істесем де қолымда сынып кетеді деген сияқты. Осындай әңгімелерді айтқан кезде әлгі ғалым ана кісіге айтады, қараш, бауырым дейді, тыңдашы мені дейді. Егер де мен сенен мынандай нәрсе сұрасам дейді, сен өзіңнің көзіңді 100 мыңға сатасың ба дейді. Айырбастайсың ба дейді. Жоқ дейді, мен айырбастамаймын дейді. Ал сен өзіңнің тіліңді, сөйлеу қабілетіңді 100 мыңға сатасың ба дейді. Жоқ дейді, айырбастай алмаймын дейді. Құлағыңды, есту қабілетіңді ше. Әрине жоқ, мен оны қалай айырбастаймын, маған керек қой дейді. 100 мың қой дейді. Жоқ дейді. Ал аяқ қолыңды ше дейді. О дейді, жоқ дейді, аяқ қолым, мен оны сата алмаймын, бере алмаймын, айырбастай алмаймын дейді. Сол ғалым айтады ана кісіге, көрдің бе, сен қандай бай адамсың, 100 мыңдаған ақшаларың бар, сенде айырбастай алмайтын сондай бір Алла берген қаншама нығметтерің бар, сен соны ұмытпа дейді. Әлгі кісі көп нәрсені түсінеді. Сол сияқты Аллах тағала бізге берген нығметтер сансыз. Барлығы, тіпті мен қазір сіздерге сөйлеп жатқаным, айтып жатқаным, мына шығып жатқан үннің өзі қандай бір Аллахтың саған берген бір ғанибеті. Ол нәрсе көп адамдарда бар. Бірақ адамдар осындай нәрселерді бағалай алмайды. Сол себепті мұсылман адам үнемі қандай бір жағдай болмасын оптимист болу керек.